жерде анамыздай сүйіппіз, аманаттың желеттерге түйгенбіз. Азат елдің атар таңын қорғауға байрақ түспіз, көк беретті кигенбіз. Алға дизан жоландар, самға жарықтандар қырандар, рух беріп жегерлерді қайрайтын, бізден басқа ешкім емес ұран бар. Ол отанның қайтпас қайсар ерлері, ұлын байтақ өзен көлі жерлері, намыс туын желбіреткенде сақтан, ешқашанда ешкімге дес бермеді. Алға десаң жоландар, самға жарықтандар қырандар, рух беріп жегерлерді қайрайтын, бізден басқа ешкім емес ұран бар. Саламатсыз. Сен не, ақымақсың ба? Мүмкін барлық көршілермен танысып шығарсың. Жай амандастың ба? Біз жұмысымызды аяғына дейін жеткізуіміз керек. Енді біреумен сөйлессең, сол жерде жайратып тастайын. Ұқтың ба? Бол, кешір. Түсіндім. Сен не ұйықтап жатырсың, салам? Ұйықтап жатқан жоқпын, жай жатырмын. Ал сен ше, Абдолла, не қылып жатырсың? Аузыңды жап сен, Жасұлан. Өзіңше бастық болып алыпсың ғой. Бізге ақша төледі. Ал біз болсақ әлі дайын емеспіз. Мына құрыс болса көрінгенмен амандасып жүр. Мына шаруаны тездетіп бітіруіміз керек. Бәрінің өзінің уақыты бар, Жасұлан. Асықпа. Уақыт жоқ. Бүгін түнде бастаймыз. Жиналыңдар. Көр. Саулыңыз тілейін, подполковник мырза, шақырдыңыз ба? Кел отыр, майор. Бүгін подполковник Серғали екеуің Алматыға барасыңдар. Жоспар дайындап, келесі шақырылымға бағдарлама ұсынуымыз керек. Айтпақшыларың дайын ба? Я, дайын болып қалды. Нешеден шығамыз, подполковник мырза? Бізді түстен кейін күтеді. Опта, кетуге рұқсат етіңіз. Тоқта, қайда сықып барасың? Бағдарламаларың сонымен дайын ба, дайын емес пе? Дайын болып қалды, енді бір-екі жерлері бар. Майор! Сен не баяғы әуенге басайын едің бе тағы? Жоқ. Тез бар дайында. Болады, кетуге рұқсат етіңіз. Бара бер. Тік тұр. Екі. Сержан. Майор мырза. Не істеп тұрсың? Сауыңыз тілеймін. Тұрып тұрсың ба не? Жоқ, майор мырза, жай. Бұрышта не істеп тұрсың? Түстім, қалып. Кімге қалып? Бұрышқа келгенде кір-кір болып кетті ма не істің? Жоқ, майор мырза. Көзіңе тік қарашы. Тік қара. Жүр кабинетке. Кабинетке? Иә. Міне, шайдан алып отыр. Рахмет аға. Әңгімеңді айта тұр. Сәкен аға, сіз әскерде болып едіңіз?
Мен өмір деген әскерде қызмет еттім ғой. Әлі қызмет етіп жүрмін. Жоқ, сіз түсінген жоқсыз. Мен нағыз әскерде айтам да. Біз сияқты. Түсіндім. Баяғыда әскерде бізде ефрейтор кісі болған. Өмір туралы әңгімені өте көп айтатын еді. Бізге айтатын, тылың мықты болу керек, тылың сені жақсы көру керек деп айтатын. Жас кезімізде оны біз түсінбеппіз. Есейе келе барып түсіндік қой. Кешіріңіз, мен соны түсіне алмай тұрмын. Ал сіз не түсіндіңіз? Қалай айтсам екен саған? Былай ғой. Тыл дегенің отбасың. Жеңіске жетелейтін, рухыңды көтеретін де сол. Түсіндің бе? Енді түсіндім. Түсіндім. Көңіліңе емес, сен әлі түсінген жоқсың. Неге олай дейсіз? Түсіндім мен? Түсінген жоқсың. Қарасай, өмір деген майдан деп айтады. Ефрейтордың әдемі бір сұлу әйелі болады. Өмір атты майданда сол өте қатты қиын болды. Әйелі көзіне шөп салды ма? Қой, о не дегенім? Ол ойлайтын. Әйелім маған тұрмысқа шыққанына қатты өкінеді деп ойлайды. Және әйелім мені аяғандықтан ғана тұрмысқа шықты деп ойлайды. Түк түсінсем бұйырмасын. Оны неге айтып отырсыз? Ол ұялатын. Өзінің әкесі емес ефрейтор екендігіне қатты ыңғайсызданатын. Енді ол ақымақшылық қой. Ұялатын. Ақымақшылық емес. Саған қалай түсіндірсем екен? Былай ғой. Бір күні ол офицерлердің қолынан келмейтін ерлік жасады. Қандай? Гранатаның үстіне барып, өзі құлап, бізді өлім аузынан аман алып қалды. Мені көрдің бе? Ендеше. Мені? Әйелші, оны жақсы көретін бе еді? Мені көрдің бе? Күйеуі қайтыс болғанда, әйелі 20 жылға қартайып кетті ғой. Біз кейін білдік. Әйелі шын жақсы көреді екен оны. Біздің әйелдер ғой. Бізді... Ай, қойшы. Шайыл. Сәкен аға, сіз менің басым қатырып жеріңіз ғой. Үйленгеннен кейін бәрін түсінетін боласың. Бастан бір. Ұрсаңдаршы, қыз ұқсатып емес, сіз ұлып жүрсіңдер. Сол қолымен сен ұржан. Келеді мен кім шығады? Ой, сенің ешкім шықпайды. Салмағымыз келмейді біздің. Жарайды, қат тұрмаймын мен. Қоя тұршы, мына тамашалайсың. Қорқамын десеңші сразу. 1, 2, 3. Кетші бар. Тұр. Тірімін мен. Қазір көрсетеміз. Жарайды, ерлан. Мен саған сенем. Нұржан, жарайды. Алға. Нұржан. Бұғып бар. Солға. Қашпа. Қорғаншы. Дұрыстап қорған. Ерлан, қашпа. Табаннан. Майор мырза, сіз ренжімеңіз әрине, бірақ та дәл осыны неге өзіңіз жаза салмадыңыз? Сержант, бұл жөнінде талқыладық емес пе? Немене қайталай бересің, қайта қақылдап, Айттым ғой, сенің жазуың әдемі. Менікі онша емес. Жаз, сондықтан да көп сөйлей бермей. Майор мырза, мен де сіздің жазуыңызды білемін. Сіздікі де әдемі. Мен көргем. Жаз. Көп сөйлей бермей. Толтыр. Оқу жаттығын өткіздік деп жаз. Өзеннен өткенімізді де жаз. Келесі жылы парашютпен суға секіретінімізді де жаз. Жазың ба? Мінекей, оны жазып қойған. Қана? Пысық.
лаңкестер мінген автобусты басып алу жаттығуын өткіземіз деп жаз. Баян мырза, тек соны жазбай қояқшы. Жылда соңғы бір өзгеріс болсын да. Ақылды. Өмірі ақыл тасиды да жүреді. Ақылдылардың ақылдысы, даналардың данасы. Немене ақылың сыймай бара жатыр ма не? Кінәлі ма, Баян мырза? Енді кім жазып отыр демек сол ақылды деген сөз да? Ақылың тасып бара жатса айтсайшы біздерге де бір қызықты дүниелерді. Айтайын, Баян мырза, мысалы көп қой. Түнгі жаттығу, я болмаса мысалы шабуыл. Біреуін жазып қойған, міне, қараңыз. Бір топ лаңкес, елестетіп көріңізші. Бір топ лаңкес. Біздің қару-жарақ тұратын қоймаға басып кірді делік. Қалай? Қызық па? Өзіңе қызық па? Қызық емес. Онда неге айтып жатсың? Жай? Жоқ, болатын дүние емес қой. Мүмкін емес қой. Жаз, көп сөйлей бермей. Сағым, сен жаза бер. Мен қазір айналып келем. Сосын жазып болды оның бәрін. Компьютерге теріп қоясың. Түсіндің бе? Баян мырза, қалай теріп қой компьютерға? Мен бағана бері не үшін жазып отырмын бәрін? Жазуың әдемі сенің. Мынау не? Жоспар біраз өзгеретін болды. Қарауылды алдауымыз керек. Сен Абдолла аздап ішесінде өтірік мас боласың. Немене? Тыңдашы, сөзін бөлмей. Мен ішпеймін. Ішесің. Сенен арақтың иісі мүңкіп тұру керек. Сен бөлімге кіресің. Ұсталғанда жолдан адастым. Немесе осылай өткім келді дейсің. Сосын не болады? Сен оларды айналдырып жатқанда, біз басқа жақтан кіреміз. Мына жерде. Арман, Жәңгір. Түтін жеткішті тұтатып, түк көрмеген кезде оң жақтан кіресіңдер. Ал мен сол кезде күзетшілердің көзін құртам. Сен де менсіз қару қоймасын аша алмайсыңдар ғой? Ашамыз. Өткені сен маған үйретесің. Сарбаздар, бүгін қарауылға түсеміз. Ол дегеніміз маңызды тапсырма. Дайындалыңдар. Жалғастыра бер. Давай, көзге не болған сен? Жекпе-жек, сержант мырза. Жекпе-жек? Иә. Кім оны істеп жүрген? Мен, сержант мырза. Саптан шық, Жүсіпбай. Сенен күшің тасып жүр ма? А? Бұл жекпе-жекте болды ғой. Байқамайсың ба енді? Өзіме тартқансың. Сапқа тұр. Құп болады. Артабай, ешкім көрмейтін болсын андағың. Болады. Сержант мырза, сұрауға рұқсат етіңіз. Рұқсат. Сержант мырза, менің де жекпе-жекке шыққым келеді. Шықпайсың мен. Менімен ешкім шыққысы келмейді. Неге? Білмеймін, салмағым ауыр ма, әлде қорқа ма? Онысы рас па, жауынгерлер? Рұқсат етіңіз, сержант мырза. Рұқсат. Бокс ережесі бойынша жауынгерлер өз салмақтары бойынша жұдырықтасады. Аэроұтқыр әскерлерінде қорқыныш деген болмайды. Дұрыс айтасың, Бекзат. Ендеше бүгіннен бастап салмақ жинаумен айналысасыңдар онда. Сол кезде елім айға қарсы біреуің тұрып қаларсыңдар. Жақсы болар еді, сержант мырза.
Сен неменең емессің, саған ару керек. Түсіндің ме? Дәл солай. Түсіндің ме? Дәл солай. Естімей тұр. Дәл солай. Оға! Адым, бас! Майор. Ау? Осы сен мені таңғалдырудан жалқырмайсың. Мынау есебіңде мен жоқ қой. Енді подполковник мырза. Бөлімдегі ең мықты офицер болғасын осылай болады да енді. Бұныңа келісуге болады. Бірақ мен бір нәрсені түсінбей тұрмын. Нені? Сенің бұрынғы есептерің өте нашар болатын, және Подполковник мырза, бұрынғы, қазір мен өз-өзімді дамытып жүрмін. Көп оқимын, көп ізденемін. Білімімді жетілдіріп жатырмын. Солай де. Сонда қалай? Сен өзіңнің жазуыңды да үнемі жақсартып, өзгертіп отырасың ба? Қалай сонда түсінбедім? Майор, мен сені бірнеше жылдан бері және өте жақсы білем. Қисық жазуыңды да білем. Шыныңды айтшы. Кім жазып берді мынаны? Өзім жаздым, подполковник мырза. Өтірік айтпа. Мынау аға сержант Сағымның жазуы, солай ғой? Дәл солай. Бірақ ол мен басшылығыммен жазды. Мен айтып тұрдым, ол жазды. Әй, майор. Осы саған дауа жоқ шығар. Не жоқ дейсіз? Дауа жоқ. Подполковник мырза. Бір есікпен кешке дейін тұрасың балысып, болса шентке зет жап. Ай, ашылмай жатса не дейсің маған? Қысылып қалың ғой? Бағана жөндеп қою керек, соны ертерек. Жөндеп қою керек. Тұршы өзім ашам былай. Ашамайсың сен. Тұршы деймін былай. Мен істеймін ағына, соны істейін өп тұрсың ба? Істейін. Аш ал, аш. Не істедің? Сындырдың ғой ақыры. Айттым ғой бүлдіресің деп. Ортасында қалып қойдан. Ой, ортасында қалып қой. Жақсы oldu, ортасында қалып қойса. Ей, не болды енді? енді сен бұны жасап, кешке дейін жүресің бұл жырап. Мен сені тосып тұратын уақытым жоқ, кеттім үйге. Барсаң бар енді, мен жөндеуім керек енді. Барам. Тездет енді сен оны. Баршы. Мен үйге бармаймын. Ағайлама маған. Келмесен ғой. Кім сені күтіп отыр үйде? Кет шар. Мүлдем келме. Келмесем келме. Керек едің сен маған. Бар шар. Мен 7-ші, орталық. Мен естіп тұрсыз ба? 7-ші, мен орталық, жағдайды баянда.
Орталық, менде бәрі жақсы, бәрі тыныш. Жақсы, қабылданды. Қарауылды жалғастыр. Топ болады. Енді көзің қиланып кетті. Қанша шетінде өзім білем. Болды дедім ғой. Сенен еш шықпаса болды емес пе? Әртістік өнер көрсету үшін тағы да шу керек. Келсін. Байқа, қаты кетіп қалып жүрме. Өзім білем. Әртіс. Ей, аштан өлетін болдық қой, болайын дедім андағын. Шыдай тұрыңыз. Кішкене қалды. Сержант мырза, бір сұрақ қойғарса дедіңіз. Қой. Сіздің ең сүйікті тағамыңыз қандай? Әскерде бірақ сүйікті тағам болады. Ол қуырылған картоп. Сол сүйікті тағамыңызды қартабай мен қылышқа қуырса қалай болады? Жүсіпбай. Сен ең ақылдысың ғой, шелек. Жоқ. Жоқ. Қарауыл жайында болмайды картоп қуыруға. Бір рет қуырсақ, ештеңе етпейтін шығар. Саған бұл жер мектеп па? Қатал тәртіп, әскер. Болмайды деген соң болмайды. Сондай картоп жегім келіп тұрғаны. Жеген кезде, үйіңе барған соң қуырып жейсің. Ал қазір қандай тамақ тиесілі, соны жеуге тиіссің. Түсініп ме? Дәл солай, мен жай тек Қартабайға картоп қуыртам ба дегенім ғой. Бесінші естіліп тұр ма? Жақсы естіліп тұр. Саған не болды? Сен жақта бір дыбыс естілді. Көзіңе ешқандай нәрсе шалынбады ма? Мен жақта бәрі тыныш, саспа. Сөз тоғар, бет аулап сөйлесе бермеңдер, Көп болады, мен 5-шімін. Бәрі тыныш. Тоқта! Ескертем, тоқта, атам айтпесе. Тұра тұр деймін. Қарауыл қаруға. Мен жақтан бөтен адам кіріп кетті. Атасың? Мен маспын ғой. Тұра тұр, қозғалма. Мен адасып кеттім. Қозғалма. Мен ана жақ мас. Атам айтпесе, қозғалма. Мен ана жаққа қалам. Дабыл, күзет аймағына шабуыл, бөтен адам, дабыл. Тез, қарауыл, қаруға. Бол. Сен немене? Жауынға мылтығың бар ма не? Мен қайдамын өзі? Сіз әскери бөлім аумағындасыз. Бұл тыйым салынған аймақ. Сізге кіруге болмайды бұнда. Мен
Ana жаққа. Босатыңдар, сегінші. Несірсіңді? Мен адасып кеттім. Босатыңдар. Не болып жатыр мұнда, а? Маспыр өкір кетті. Мен адасып кеттім. Қойшыбай, мал апарда тез қама, бол! Мен адасып кеттім. Босатыңдар деймін. Босатыңдар деймін. Босатыңдар. Барлық күзет аймақтарына қырақ болыңдар. Босалсынаңдар, ей! Бергел. Бергел. Қорқып кеттің ба не? А? Жоқ, қорқан жоқ. Қаруың тежегішке қой. Аға лейтенант мырза, күзетті ауыстыруға рұқсат етіңіз. Рұқсат етемін. Яс, мен! Күзетті ауыстырғанға бір жауынгер бер. Көп болады. Қартабай, мен, Дауылбаймен ауыс. Болыңдар, тез жүгір, ей! Сенің жолың болды. Жаңа тамақ пісіріп қойдық. Бол! Жетінші минут тұрсың ба, мен... Жетінші... Орталық, мен естірсің ба, мен жетінші... Жетінші, жауап бер. Орталық, жетінші жауап бермей жатыр. Бос. Аяғың бас. Қабырға. Талғат. Сендерде не болып жатыр? Талғат. Жетінші, мен үшінші жауап бер. Барлық күзет орындарына. Абыл, қарауыл қаруға. Қайталап айтам, қарауыл қаруға. 7-ші аумаққа шабуыл жасалды. Дайындалыңдар, бәрі со жаққа барыңдар, тез! 7-ші аумақты қоршаймыз, жүріңдер, тез. Аға Сержант мырза, түсін сен бермесін, бұл жаттығу ма? Бидағы жаттығу жауынгер, бұл диверсия. Нысананы ескертусіз атуға бұйрық берем, түсінікті ме? Дәл солай. Жүріңдер, бол! Талғат байланысқа. Талғат. Әйтеуір жекпе-жекке шығатын болдың ғой.
Sen kimsin? Талғатынан алып кет. Сәкен аға. Орталық. Бізде жаралы. Сәкен аға жаралы, орталық. Сәкен аға, шыдаңыз. Шыдаңыз, Сәкен аға. Не болып қалды? Су кетіп қалды. Басталды. Бол, тез. Шыдаңыз. Ат бол, ат. Тез. Қазір жедел жәрдем шақырдық. Шыдаңыз. Алло. Толғатқан емес. Жоқ бол. Сержант Қойшыбай. Сержант сағым қазір сөйлесе алмайды. Сіз кішкене шыдай тұрыңызшы. Сәл. Не болды маған? Кеудесіне оқ тиген. Сержант, абайла мына. Сержант. Қойшыбай. Сержант. Не болды? Сержант. Тыныш. Сержант. Сержант! Сен бізді олай қорқытпа, сержант, сен бізге керексің әлі. Түсіндің бе? Сізбеке, жалғастырыңыз. Кім Қойшыбай қоңырау шалған? Сержант сағымның әйелі. Босанғалы жатыр. Тапқан екен, ол да босанып туақты. Жүр. Жалғастыра бермеді беке. Абайла Қойшыбай дұрыс. Мен күйеуіме не болған өзі? Неге үндемейсіздер? Жоқ, ойымдамаңыз, бәрі жақсы, оның бір шұғыл шаруалары болып қалды, келеді. Қайдағы шұғыл шаруа? Шұғыл шаруа деген мен емеспін бе? Майор мырза оны қалаға жіберді, қазір келеді. Иә, мен жібергем, айта тұрмын ғой, бір жұмыстар болып қалды, келеді қазір, ойымдамаңыз. Сіздер менен бірдеңе жасырып тұрсыздар ма? Жоқ, ештеңе де жасырып тұрмыз. Дәрігер. Саламатсыздар ма? Сіздер осы жерде қала беріңіздер. Толғақ басталды ма? Иә, жоқ. Тек су кетіп қалды. Онда тезірек жүріңіз. Қалай болды Қойшыбай? Қоймаға лаңкестер шабуыл жасады. Неге мұнша шығын көп болды? Білмеймін. Әр қадамын есептеп келген сияқты. Абай, кейін.
Енді не істейміз, майор мырза? Не істейміз. Бәрінің амандығын тілейміз, не істейміз Қойшыбай? Құрып кеткір. Осындай қиын болатын бет. Мұнда балаң дүниеге келіп жатыр, ал сен болсаң. Болды, жетер айта бермейші, енді білеміз. Аман болсын де Қойшыбай. Құрыдық айтпесе, құрыдық. Сәлеметсіз, Назгүл әпке. Қалайсыз? Мен сізге біріне айта деп едім. Не айтасың? Тағы қарыз сұрақ алдырған шығарсың. Жоқ. Айта бер. Сіз тек қатты уайымдамаңыз. Сәкен аға қазір... Сәкенге не болды? Бізде түнде шабуыл болды. Иә, бізге лаңкестер кіріп, Сәкен аға солдың бірімен аяқ қасқа түсіп, өзі жараланып қалды. Сәкен ба? Иә, ол қазір ауруханада. Ол жараланды дейсің ба? Сәкеннің өзі қайда қолында ма? Бірақ ол тірі. Жыламаңыз. Осыдан аман қалса бар ғой. Ол аман. Сәкенімен бір сөз айтпай ма? Ол аман. Бәрі жақсы болады. Тезірек қан құю керек. Ол мәселе емес, біз қазір тез арада ұйымдастырамыз. Менің айтайын дегенім оның қан тобы 4-ші. Теріс резус факторлы. Солай ма? Іздеу керек дейсіз ғой? Иә, іздеу керек. Қанша уақытымыз бар? Енді неғұрлым тезірек болған жақсы ғой. Түсіндім. Маған бүгін болған жағдай туралы толық ақпарат керек. Біз десантшылар бола тұра, олардың бөлімге емін-еркін кіріп кетуіне жол бергеніміз жөнсіздік болды. Құдайға шүкір, әйтеуір шығын болған жоқ. Лаңкестер 4-еу екен, өте мықты дайындалған. Назарды басқа жаққа аудару үшін түтін пайдаланыпты. Лаңкестердің біреуін қатардағы Райымбек өзі жайратқан, сержанттар Қойшыбай мен Нияз да ерекше көзге түсті. Ал басшысын жойған кім? 4-шісін ең басты лаңкестің көзін жойған Сәкен аға. Өзіне пышақ тиіп жараланып қапты. Бірақ өміріне ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Сержант Сағым қалай жараланып жүр? Ол ерлік көрсетті. Қатардағы жауынгерді құтқарам деп өзі жараланған. Айбашы Потапов мырза, ол... Иә? Олды болды бүгін. Солай ма? Енді әйеліне не айтарымды білмей отырмын. Дәрігерлер қазір оның өмірі үшін күресіп жатыр. Біз оған құятын қан іздеп жатырмыз. Қанның тобы қандай? 4-ші топ оның үстіне теріс резус екен. Менің бір досымдікі сондай еді. Жақсы болды ғой, подполковник мырза. Сіз онымен хабарласып көріңізші. Жарайды, мен оны қазір шақыртам. Майор, сен бүгінгі болған жағдай туралы баянат дайында. Сосын шараларды бақылауға алыңдар. Тапсырма түсінікті ғой? Түсінікті. Іске кірсіңдер. Алло, Ернат қалай жағдай?